Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біздің мұғалім тех платформасында бүгін жаңарту болды. Яғни қандай жаңарту? Енді біз оқушыларға осы платформада жасаған ойындарымызды, тапсырмаларымызды оқушыларға тапсырма ретінде жібере аламыз. Қалай? Мұнда сақталған сыныптар деген бар. Бұл жерге сыныпта жазасыз, мысалы 7-ә, сосын оқушылардың тізімін жазасыз, сыныпты сақтау деп бассаңыз, сізде сынып осылай түседі. Мінекей жаңадан 2 батырма қосылды. Мына бірінші батырма сыныпқа кіру. Осы батырманы бассаңыз, сіз сыныпқа кіре аласыз. Яғни сыныпқа кіріп, сыныптағы әрбір оқушыны осылай көре аласыз. Мысалы бірінші тұрған оқушы Амангелді Ділназ, үстінен басамыз. Бұл Амангелді Ділназдың жеке кабинеті. Қазірге тапсырма жоқ дейді. Осылай. Мысалы 7К сыныбы 20 оқушы, сыныпқа кіруді басам. Сосын мысалы Ахметов Алихан үстінен бассам, мұнда мен осы сыныпқа 7К сыныбына жіберген тапсырмалар. Ол тапсырмаларды Алихан орындаған, яғни математика ұвт есептері деген орындалды дейді. Мен сосын істедім. Мыналарды алып тастайын. Мысалы сіз оқушыға тапсырма бересіз, тапсырманы оқушы орындағаннан кейін сіз нәтижесін көресіз. Яғни 100% орындаған болса, бағалауды басасыз. Сосын осы жерден өзіңіз кез келген нені басасыз, бағасын қоясыз. Мысалы 5 деген баға немесе өте жақсы деген бағаны қоясыз. Кез келген біреуін таңдап бағалау бассаңыз, сіздің бағаңыз осы жерге келіп түседі. Мысалы мына тапсырманы оқушы 100%-дің 0%-ын алған, бағалау басам. Сосын тырыс, тағы да тырыс деген стикер, соны басам. Осылай қойылады. Енді осы қойылған бағалар осы оқушының өзінің жеке кабинетінде көрінеді. Яғни бұл оқушы өзінің жеке кабинетіне кіргенде осы тапсырмалардан мына бағаларды көре алатын болады. Оны мен қазір көрсетемін. Артқа батырмасын басамыз. Сосын қайтадан артқа батырмасын басамыз. Осылай. Енді бұл оқушылар, яғни мына оқушылар өздерінің жеке кабинеттеріне қалай кіреді деген сұрақ. Мынау төмен қараған жүктеу иконкасын көрдіңіздер. Соны бассаңыздар жүктеуледі. Яғни оқушылардың құпия сөздері мен логиндері жүктеледі. Осылай. Мына жақтан оқушылардың логиндері, сосын оқушылардың құпия сөздері. Осыны оқушыларыңызға бересіздер. Оқушыларыңыз осыларды алады да, сосын істейді. Осы мұғалім тех платформасының сілтемесін басып келіп, мұғалім емес оқушы дегенді таңдайды. Оқушы дегенді таңдап, сосын ары қарай өзінің логин және құпия сөзін жазады. Осылай мында сіздің берген логин және паролыңызда оқушы, мына жерде оқушы дегені мұғалім емес, оқушы дегенді таңдап, басып, жаңа сіздің берген логиніңізді және сіздің берген құпия сөзіңізді осында жазып, істей алады. Кіру батырмасын басып кіре алады. Бұл оқушыға қайтадан жеке тіркелудің қажеті жоқ. Сіздің берген логин паролыңызбен кіре береді. Логинін жазады, құпия сөзін жазады, сосын кіру батырмасын басады. Сол кезде оқушы өзінің жеке кабинетіне осылай кіретін болады. Мінекей, жаңағы оқушы бірінші тапсырманы 100%-дің 0%-ын орындады дедік қой. Біз оған тағы тырыс деп баға қойғанбыз, ол оқушыда осылай көрініп тұрады бағасы. Сосын математика ұвт есептері дегеннен 100-ден 100 алған, өте жақсы деген баға қойдық қой. Сол бағамыз осы жерде оқушыларда көрініп тұратын болады. Енді бұл оқушылар, енді бұл мұғалім тех платформасынан істемейді ғой. Айын істемейді дегенде компьютер мен ноутбукпен кірмейді. Көп жағдайда 99%-да ұялы телефонмен кіреді. Бірақ ұялы телефонға икемделіп жасалды. Яғни бұл жеке кабинеті ұялы телефонға икемделіп жасалған. Осындай ғана кішкентай ғана болады, ешқандай ұялы телефонға ыңғайсыздық танытпайды. Барлығы дұрыс, барлығы жақсы болады. Бұл жерде өзінің шығу батырмасы бар. Бұл қазірге оқушыда менің тапсырмаларым деген ғана мәзір. Алдағы уақытта бұл оқушының жеке кабинетін дамытатын боламыз. Жақсы, енді ол оқушыларға қалай үй жұмысын береміз, немесе өзіміздің жасаған тапсырмаларымызды қалай береміз деген сұрақ. Жақсы, мен админ емес, қарапайым адам ретінде платформаға кірдім.
Енді тапсырманы осы сыныпқа 7 сыныбына тапсырма беремін. Ол үшін мен профильге кіремін, менің профилім басамын. Сосын төмен қарай түссек, мында барлықтарыңызда бар, менің сақталған ойындарым деген. Яғни сіздердің жасап, сақтап қойған ойындарыңыз, тапсырмаларыңыз осы жерде бар. Енді бізде осы жерде жаңадан не батырма қосылды, сыныпқа тапсырма деген. Яғни әрбір тапсырманың жанында осы сыныпқа тапсырма деген болады. Сол батырманы басасыз, сыныпқа тапсырма беру шығады. Осы жерде сіздің сыныбыңыз тұрады. Мысалы, сізде 3 сынып болса, 3 сыныптың 3-еуі де осы жерде шығу керек. Мен әзірге бір ғана сынып болғандықтан осы сынып шығып тұр. Осы сыныптың үстінен басам. Кейін аяқталу уақыты, яғни осы тапсырманы қашанға дейін орындау керек, соны қоясыз. Жылын, айын, күнін қоясыз және неше сағатқа дейін орындау керек. Яғни тапсырманы қай уақытқа дейін орындау аяқ болу керек. Соны қоясыз, ары қарай батырмасын басасыз. Сосын иә беру батырмасын басасыз. Тапсырма сәтті жіберілді 22 оқушыға дейді. Жақсы. Енді менің сыныптарыма барамыз. Сыныпқа кіру басамыз. Кез келген бір оқушыға кіріңіз. Мысалы, мынау жаңағы менің берген тапсырмам, мінекей, оқушыға не істелді, жіберілді. Барлығы 22 оқушы болса, сол 22 оқушының әр қайсысына осы тапсырма жіберілді. Енді оқушы кіреді өзінің несіне, платформасына. Оған, яғни оқушыға сіз логин паролды өзіңіз бересіз. Мына жүктеу батырмасын басасыз. Excel файлға оқушының логин паролы жүктеледі. Сіз соны оқушыға бересіз. Оқушы ол жерден не істейді, өзінің логин паролын басып кіретін болады. Сіздің берген жаңағы логиніңізді жазады, мұғалімге емес оқушыға жазу керек. Оқушы қайтадан тіркелуден қажеті жоқ. Тек қана оқушы дегенді басып, сіздің берген логиніңізді, сіздің берген құпия сөзіңізді жазса болды. Жеткілікті. Сосын кіру батырмасын басамыз. Оқушы осылай, мысалы, Амангелді Ділнәс, оқушы осылай өзінің кабинетіне, жеке кабинетіне кіреді. Мына жерде жаңағы менің мұғалімнің жіберген тапсырмасы тұр, күтілуде деп тұр. Яғни оқушының осы тапсырманы қабылдауы күтілуде. Яғни оқушы өзінің жеке кабинетіне кіргеннен кейін мұғалімнің жіберген тапсырмасын қабылдау батырмасын басып қабылдайды. Тапсырма қабылданды дейді. Енді орындау батырмасын басады. Орындау батырмасын басқанда осылай оқушының сіздің жіберген тапсырмаңыз шығады. Айналдыру батырмасын басып, осы тапсырманы толықтай орындап шығады. Мысалы, құқықтық жауапкершілік нені білдіреді? Тек тыңдау, оқу әрекет, өз әрекетіне жауап беру. Дұрыс дейді. Жабу батырмасын басамыз, айналдырамыз. Осылай оқушы орындайды. Қайсы міндетке жетеді? Так. Оқушы оқып орындап болғаннан кейін, мысалы мен шыға салайын. 2 сұраққа жауап бердім, 2 дұрыс болды дейді. Шығу батырмасын басам. 100%-дің 8%-ын орындады дейді. Яғни мына оқушы 100%-дің 8%-ын орындады. Яғни тапсырма орындалды деп шығып тұр мінекей. Енді сіз не істейсіз? Өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз. Яғни мұғалім, сіз өзіңіз кіресіз кабинетіңізге. Мұндағы сыныпқа кіру батырмасын басып, қайсы оқушының тапсырманы орындағанын, қайсы оқушының тапсырманы орындамағанын көруге болады. Мысалы, Амангелді Ділнәс бір тапсырма орындалды дейді. Барлығы бір тапсырма, біреуі қабылданды, біреуі орындалды дейді. Ауталипова Ділнәс барлығы бір тапсырма, біреуі қабылданбады дейді. Яғни бұл бала тапсырманы әлі қабылданбаған, күтілуде деп тұр. Жаңа біз орындадық, қайсы? Амангелді Ділнәс орындады, мына. Барлығы 100%-дің 8% орындалды дейді. Біз енді осы оқушыға не істейміз? Баға қоямыз. Бағалау батырмасын басасыз. Сосын кез келген осы 8 стикердің біреуін басу керек. Мысалы, 100%-ның 8%-ын орындаса, мен тағы тырыс деген стикерді қоям, бағалау батырмасын басам. Осылай оқушыға баға қойылады. Енді оқушы өзінің жеке кабинетінде осы бағаны көре алады. Мысалы, оқушының жеке кабинетіне кіріп көрейік па? Оқушыларыңызға ескертіңіздер, мұғалім дегенді баспасын, тіркелуді баспасын. Просто жағын оқушы дегенді бассын, мұнда логин жазсын, мұнда құпия сөзін жазсын, сосын кіру батырмасын бассын. Мінекей, біздің жаңағы оқушыға қойған бағамыз көрініп тұр. Тағы тырыс деген баға қойдық қой, сол осылай көрініп тұр.
Енді бұл мен осы тапсырманы, яғни мына оқушының жеке кабинетіне мен ноутбукпен кіріп отырмын. Осылай үлкен көрінеді. Оқушылар енді ноутбукпен, компьютермен кірмейді ғой. Көп жағдайда 99%-да ұялы телефонмен кіреді. Оқушының жеке кабинеті ұялы телефонға икемделіп жасалған. Яғни ешқандай ыңғайсыздық тудырмайтын болады. Мінекей әріптестер, осылай өздеріңіздің жасаған тапсырмаларыңызды жаңағы интерактивті ойындар, осы жердегі жасаған тапсырмаларыңызды сақтап, немесе тапсырма жасау осы жердегі тапсырмаларды жасап сақтасаңыздар, ол жеке профильдеріңізде менің сақталған ойындарым деген жерде тұрады. Осы жерден, немесе мына жерде басқа мұғалімдердің жасап жариялаған ойындар бар ғой, осы жаққа. Басқа мұғалімдердің жасап жариялаған ойындары. Соларды көшіріп алып, мысалы, мынау Қазақстан тарихы дейді. Бірінші ойнап көріңіз, егер көңіліңізге ұнаса, көшіріп алыңыз. Сосын жеке профиліңізге барыңыз. Менің профилім жаңағы көшіріп алған тапсырма Қазақстан тарихы, мінекей осы жерде тұрады. Сыныпқа тапсырма деген батырманы басып, сыныпты басып, уақытты қойып ары қарай деп, сосын иә беру деген батырманы басып, осы тапсырманы сыныпқа тапсырма ретінде бере аласыз. Тапсырма жасау өзіңіз жасаңыз, интерактивті ойындардан өзіңіз жасаңыз, солай оқушыларға үй тапсырмасы ретінде енді тапсырма бере алатын боламыз.